Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 15 наурыз. Мен референдумға өзімнің ойымды беруге келдім. Осындай жалпы мен шынымды айтсам, бұрын сонды дауыс беруге ешқайда бармайтынмын. Мен сенбейтінмін өйткені. Мен ойлайтынмын, оның бәрі шешіліп қойды ғой. Не үшін біз қазір дауыс береміз, бостан босқа соған уақытымызды арнаймыз деп. Ал енді заман өзгереді, адамдар өзгереді, билік өзгереді. Бүгін енді келіп тұрмын. Шынымды айтсам, бір керемет сезім ұялап тұр жүрегімді. Бұл сезімді қалай түсіндірсем екен? Жалпы бұрын енді өзіңді аса мәнді сезінбегендіктен, қазір енді осы жаңа Қазақстанда керемет осы бәріміз жақсы көретін президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұстанған жолы, жалпы осы әрбір адам, әрбір Қазақстанның әрбір азаматының мәні бар екенін көрсетті. Мен де бүгін өзімнің осы осы референдумға дауыс беруге келдім, және де өзімнің даусымның мәні бар екенін сезініп тұрмын. Жалпы даусымның ғана емес, өзімнің де жеке тұлға ретінде өзімнің мәнімді сезініп тұрмын бұл мемлекет үшін. Сондықтан да Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президентімізге рахмет. Оны жаңағыдай жалғыз қалдырмайық. Бұл жол өте қиын. Бұл жаңа Қазақстан бір күнде, бір айда, бір жылда, 5 жылда болатын нәрсе емес. Бұған уақыт керек, бұған жаңағыдай жұмыс керек, бұған еңбек ету керек, тер төгу керек. Және де бұл жалғыз адамның шаруасы емес. Бүкіл Қазақстан болып, бүкіл ел болып, бәріміз бірге қосылып, президентімізге жәрдемдесейік, сонда ғана біз керемет өзгерістерге ұшыраймыз. Сонда ғана біз мәңгілік Қазақстан боламыз.